Түркістанда күн энергиясынан қуат алатын мектеп ашылды. Салтанатты шараға әлемге әйгілі Eni компаниясы мен Қазақстандағы Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдері келді. Игі бастамаға Түркістан облысының әкімдігі мұрындық болып отыр. Енді жаңартылатын энергия көздері технологиясын енгізу мектептің шығындарын азайтып, экологияны сақтауға мүмкіндік бермек. Түркістанға Eni компаниясы мен Қазақстандағы Біріккен Ұлттар ұйымының даму бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілдері келіп, облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев пен жаңартылатын қуат көздерін өндіру бойынша әріптестікті дамыту жайын талқылады. Аймақ басшысы Түркістан өңірінде күн, жел және су электр станцияларын көбейтудің, сондай-ақ өзара бірлескен жобалардың маңыздылығына тоқталып өтті. Мынау IT мектебі бұл жерде жаңағы программа жазуға үйретеді. Бұл мектепте информатика пәні жақсы дамыған, ағылшын тілі жақсы дамыған, ең бір үздік мектептердің бірі біздің облысымызда. Сондықтан осы мектепке бірінші болып жаңа энергия қуатты көздерінде осы мектептен балдар біліп өссін деп осы жерге жаңағыдай қондырғы орнатуға ұйғардық. Бірлескен жоба аясында мектеп аймақтың жоғары күн әлеуетін пайдаға асыратын қуаты 50 киловатт фотоэлектрлік күн станциясымен жабдықталды. Нысанның ашылу салтанатына шетелдік компания өкілдері мен аймақ басшысы қатысты. Күні ыстық болатын оңтүстік аймақта қуат өндіру қиынға түспейді. Сондықтан бұл жоба 1900 оқушы білім алатын мектеп қажеттіліктерін, атап айтқанда жылыту, жарықтандыру, су жылыту мәселесін толықтай шешпек. 2060 жылға қарай көміртекті бейтараптық мақсатына жету Қазақстан үшін де дүние жүзіндегі елдер үшін де аса маңызды басымдық. Біріккен Ұлттар ұйымының даму бағдарламасы экономиканың төмен көміртекті дамуы және энергетика секторындағы трансформация аясында Қазақстан Республикасының үкіметімен және барлық серіктестермен жемісті ынтымақтастықты жалғастыруға ниетті. Сонымен бірге Eni компаниясы осы жобаны үлгі ретінде ала отырып, елде қуат үнемдеу бойынша ұқсас бастамаларды бірлесіп іске асыруды көздейді. Мәселен, 2021 жылғы наурыз айында компания Түркістан облысы Шәуілдір ауылының жанында қуаты 50 мегаватт күн электр станциясының құрылысын бастады. Назым Қайратқызы, Қазыбек Алтынбек, Түркістан 24.